Барлығыңызға да сәлем, сіздермен бірге және бүгін біз қайтадан Майнкрафт ойынында постройкаларды обозревать ететін боламыз. Бүгінгі бөлімде сіздерге қазір өте әдемі постройканы көрсетемін, модерн стильде. Осы мынау дейтін простой үй дейтін, білмеймін, бар басқа не айтуға болатын, осы жайлы тек қана простой осындай кварцевый блоктардан жасалған барынша үй. Қазір сіздерге осыны жылдам көрсетіп тастайық. Білмеймін, бар ғой, жылдам жасағым келіп тұр. Көбінесе мына жерде колонналармен жасалған, мынайлар көріп тұрғаныңыздай, көбінесе мындай колонналармен, сосын мындай каменный плитаның қосындысымен. Мына үйде өте көп стекло бар, меніңше өте әдемі сияқты. Мына жерде лестницалармен осындай бірдеңе жасалған. Осы стильде салғыларың келсе, просто мынаны көшіріп алсаңыз да болады. Мен дейтін обижать етпеймін, көшіре беріңіз, маған бәрібір. Ал енді мынаны көрсетейін басқа жерлер. Мына жерде булыжник пен фундаментін салғанмын. Ой, не болады, мына жерге қазір жасай салайық. Болды, все, кеттік. Ішке кіріп келген кезде мына жерде факелдардың орнына стержень энда дейтін затты қолдандым. Олар өте қатты светитті, светильник өте жақсы. Және басқа мына жерде есіктер дейтін, бізде темный дубтан жасалған есіктер өте әдемі, және осыны қолданғанды жөн көрдім мына жерде. Мына жерде креслолар тұр, тек қана кіріп келетін жер. Көріп тұрғаныз менде мына жерде өте қызық қылдырғым келді. Үйді простой обычный үй қылдырғым келген жоқ. Сол үшін мен мындай заттар жасадым. Ой, не мынау тағы да. Ой. Есте саяғанда сразу же тық дейміз де, жылдам қойып түсеміз. Пешеник берсін. Қайдағы? Қайда жүрсің сен? Осы летучая мышь жүр бір жерде. Мына жерде көріп тұрғаныздай, сосын мына столдар. Ой, есейші құқтай күте тұрыңыздар. Онда звукты алып тастайық, жылдам естіп тастайық. Керек жоқ, по-любому звукпен жұмыс жасамаймыз. Артық фонға звук қойып қоям. Ал енді мына жерлерде көріп тұрғаныздай, айтқанымдай уже песчаный блоктан жасалған, эндерняк блоктарынан жасалған осындай карниз бар. Карниз ба, білмеймін не дейтін. Мына жерде тағы да колонналар. Мына жерлерге отыруға болатын сияқты. Білмеймін, даже ойланып кеттім, бар ғой, отыруға болады ма, отыруға болмайды ма? Отыруға болмайтын сияқты меніңше, потому что әдемірек көрінеді отырмасан. Үстіп қойық. Әдемірек болсын. Мына жерге кіріп келесінде, мына жерде кухня. Мына жағында, кімсің сен? Сен ернарсың, мына үйдің тұрғыны. Мына жерде компьютеріма бірдеңеде жұмыс жасап жатыр. Өте көп кітап оқитын сияқты. Мына жерде кітап, мына лестница. Тұратыңыз, лестницадан бұрын. Үстіп қойық. Ұмытып кетіп ғой, по идее одан бұрын жасағым келді мынандайды, бірақ жасауға ұмытып кетіппін ғой. Мына жерде көріп тұрғаныздай бұлай зат тұр, адамдардың ұйықтайтын жері тұр. Ұйықтайтын жер естіпесем, ато қазір қате болады құттайдан кейін. Қазір естекте құттай күтетіңіздер. Есте салайық, сіздерге де қызық болатын болар потом. Потому что қазір оп. Есесінде. Енді ашай, міне көріп тұрғаныздай өзгеріп кетті, өте қатты. Дым болған жоқ, достар, осылай болды. Біз қазір кіріп келдік, типа. Кіріп келген кезде мына затты көресіз, кітапты айтқанымдай историясын жасаймын. Мына үйлердің көбінің историясы бар. Если сіздер жағынадан келген көрермен болсаңыздар, басқа видеоларды да қараңыздар Майнкрафттан. Сол кезде барлық мына постройкаларды салым, өте үлкен, өте нәп-нәп көрсеңіз, прям ауыздарыңызды ашасыздар. Мен дейтін барлық постройканы салған кезде просто өтірік үй салып тастамаймын. Кәдімгідей барлығын қызық етіп жасаймын, және историяларын сағатым бар үйдегі адамдардың. Міне историясы, менен барлығын оқығым келіп тұрған жоқ, өзім, сол үшін сіздер өздеріңіз оқып алыңыздар. Стопқа қоя аласыздар видеоны, және осыны оқи аласыздар. Дейтін қысқа да түрін айтып кетейін. Мына жерде екі ағасы мен інісі тұрады. Мына жерде үлкен ағасы Ернар, және кіші ағасы қазір көрсетем. Олар екеуі мына үйде тұрады, строительствомен айналысады. Солмен өздері бай болып кеткен, сол жайлы айтылады кітапта. Өте қысқа кітап. Міне екінші этажға өтеліп жатыр, айтпақшы, екінші этаждамыз біз қазір. Тұра тұрыңыздар, резко мынаны көтеріп тастайын, әдемірек болсын. Естіп қоямыз да, естіп қоямыз. Все. Мынаны алып тастайыншы. Вот міне кіріп келесіз, мына жерде стол тұр, нәп-нән, осы жерде тамақ жейтін бар, меніңше. Менің ойлауым бойынша
Бұл жерде панорама қарау үшін природаны, ал және міне үлкен ағасы Назар отыр. Назар дейтін ол, үлкен ағасы емес, кішісі, короче, олардың. Ата-анасы жоқ олардың, және осындай өздері бизнес жасап көтерілген адамдар. Мұны көріп тұрғанызда үйдің барлығында көбінесе книжный полкалар, олар байлар, олар өздеріне позволить етеді, кожаны покупать түге. Және осылай үйдің барлығын сіздерге көрсеттім. Көріп тұрғанызда көбінесе мына жерде кварцевый блоктардан жасалған мына үй, сол меніңше өте әдемі көрінеді. Мен өзім өте жақсы көремін кварцевый блокты, сол үшін мына блоктан өзім үй салғым келді. Ал айтпақшы, мен дейтін ұмытып кеттім, еще мына екеуіне машина жасадым. Машина дейтін мындай, білмеймін, бар ғой, ойым жеткенше жасадым. Ондай атты әдемі болмас, бірақ енді осындай, короче, бары. Ал енді сіздерге мына өте үлкен, өте жақсы, сапалы үй ұнаса, лайктарыңызды күтемін сіздерден. Сіздермен бірге болған Эйс, колокольчик кнопкасын басыңыздар. Барлығыңызда сау болыңыз.